Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен атым Гүлім, Марат қызы. Мен каналыма жазылыңыздар, көбінесе жазылмай қарайды екенсіздер. Енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, бұл бронхит. Жалпы бронхиттің аты айтып тұрғандай, бронхтардың қабынуы, бронхтардың бактерия немесе вирустармен қабынуы болып табылады. Ең бірінші белгісі ол жөтел болып табылады. Бронхит кезінде жөтел бірінші құрғақ болып басталады, одан кейін ылғалды жөтелге айналады. 3-4-5 күннен кейін ылғалды жөтелге айналады. Бронхиттердің көп себебі ол бронхит бірден бронхит болуы өте аз кезде, өйткені бірінші көп жағдайда бронхит ОРВИ-дан кейін болады. ОРВИ дегеніміз жалпы респираторлық вирустардан кейін бронхитке көшеді. Егер дұрыс емделсе де кейбір грипп вирусы бірінші барып бронхтарды қабындырғанды жақсы көреді. Бронхтың қабынуы ол бронхтардың шырыштық бөлімі бар. Ішіндегі солардың вирустар немесе бактериялар соларға барып жаңағы қақырықты шығуын көбейтеді. Сондықтан біздің бронхтарымыздың бірлері былай қозғалып, ішіндегі қақырықты біз не үшін жөтелеміз? Жөтел бұл баланың сақтау өзінің, баланың емес барлық адамдардың жөтел дегеніміз біздің ол қорғаныш инстинктіміз. Ол жөтел болмаса, ол деген бронхит бірден пневмонияға айналады, немесе жөтел болмай қақырықта адам шығармайтын болса, ол өте қауіпті нәрсе. Сондықтан бронхиттің болғаны былайша жөтелгені адамның бронхит кезінде ол дұрыс симптомдардың бірі. Және де бронхит кезінде жасалатын ең үлкен 3 қателікті айтып кетемін осы видеода. Келесі видеода сіздерге бронхиттің емін айтамын. Ең бірінші қателік бронхит кезінде от кашля деген балаларға от кашля деген сироп немесе таблетка түрінде дәріні беру. От кашля дегеніміз жалпы жаңағы жөтелді былай жоқ болып тастайтын, жөтелді жалпы блокировать етіп тастайтын дәрілер бар, соларды беру балаға. Бронхит кезінде мен алдында айтып кеттім, адамның ол жөтел болады көбінесе. Бронхиттің бірінші белгілерінің бірі қатты жөтелу. Ол жөтел деген не керек, не үшін болады? Балада жөтелгенде ол бронхтарда тұрған қақырықтарды сыртқа шығарғысы келеді. Немесе бронхта тұрған жалпы шырышты қабаты қабынып тұрғасын. Сол қанып тұрған шырышты қабатты көп сілекейлер бөледі. Соны қақырық болып шығару үшін бала жөтеледі. Ойлаңыздар енді, егер сол қақырықтың бәрі сіз от кашля деген сиропты беріп балаға жаңағы қақырығын тоқтатып тастасаңыз, яғни жөтелін тоқтатып тастасаңыз не болады? Жаңағы қақырықтардың бәрі ол жерде қабыну болып жатқасын, бронхтардың қабыну болып жатқасын, барлық қақырықтардың бәрі көбейе береді. Сіз жаңағы жөтелді басып тастағансыз дәрімен. Бала жөтелмейді, жаңа қақырық іште тола береді, сонымен бронхит немесе обструктивный бронхитке айналады, немесе пневмонияға айналады. Жөтелге қарсы дәрілерді 5 жасқа дейін беруге болмайды, мүлде беруге болмайды. Енді екінші тағы да беруге болмайтын дәрілер. Ол муколитиктер, немесе отхаркивающие таблеткалар, сироп түрінде болады. Көптеген сироптар бар. Атын айтпай қояйын, сіздер біліп отырсыздар. Қақырықты шығаратын көптеген жарнамалар беріп жатады. Қақырықты ылғалдандырып шығарып жатқан. Ол дәрілердің бәрін 5 жасқа дейін беруге болмайды. Жаңа отхаркивающий немесе муколитиктерді, қақырықты шығаратын дәрілерді беруге болмайды 5 жасқа дейін балаларға. Бронхит кезінде неге оны түсіндіріп өтейін. Балалардың бронхтары өте кішкентай, және де тесіктері өте кішкентай. Жаңағы қақырық шығаратын дәрілер не істейді? Қақырықтың көбейтеді, ылғалдандырып, ол шырышты қабылады, қақырықты шығаруға көмектеседі. Яғни қақырықтың мөлшері көбейеді. Бронхоразжижающий қақырық шығаратын дәрілерді болмайды кішкентай балаларға. Өйткені олар көбейеді, жаңағы бронхтардың бәрі қақырыққа бітіп қалады. Бала оны дұрыс қақырып шығара алмайды. Өйткені жасына байланысты кішкентай бала болғасын, 5 жасқа балаларға өкпесінің бұлшықеттері дұрысталмаған. Сондықтан екінші бөлім ол отхаркивающий немесе қақырықты шығаратын дәрілерді, сироптарды беруге болмайды 5 жасқа дейін.
Үшінші қателік бронхит кезінде жасалатын. Бронхит кезінде көбінесе вирустық бронхит кезінде, бронхит мысалы басталғанда 2-3 күн болды. Сол кезде көп жағдайларда антибиотик беріледі. Естеріңізде болсын, бронхит көп жағдайда антибиотиксіз емдеуге болады. Бронхит көп жағдайда басында ОРВИ-дан кейін 2-3 күннен кейін жөтел басталады. Оны тек жақсылап балаға су беріп, ылғалдандырып, бөлмені таза ұстап, бөлмені терезесін ашып, таза ауа кіргізіп, баланы жақсы киіндіріп, одан кейін далаға барып серуендесеңіздер, көп ылғалдандырсаңыз, балаңыз су берсеңіз, компот берсеңіздер, ешқандай антибиотиксіз бронхитті жеңуге болады. Сондықтан көп жағдайларда керек емес антибиотиктер беріледі балаларға. Көбінесе вирустық жалпы бронхит кезінде антибиотик беріледі. Вирустық антибиотик ешқашан вирусты өлтірмейді, естеріңізде болсын. Вирусты өлтіру үшін антибиотик берілмейді. Антибиотик өзінің атайды тұрған антибактериалдық, ол бактерияға қарсы жұмыс істейді. Яғни бактериялар егер ағзаңызда болса, бронхит бактериалдыға айналса, оны қалай білеміз? Сіз бала қақырық тыстаған кезде жасыл болады. Немесе мұрнынан жасыл жаңа бөлінділер ағады. Көп мөлшерде. Сол кезде бронхитіміз жалпы үстіне бактерия қосылды деген. Соның бәрін дәрігерге барғасын айтасыздар. Бірақ өз бетіңізден барып, жалпы аптектерге барып антибиотик алу ол үлкен қателік. Өйткені сіз ойламаңыздар, антибиотик бере салам, емдей салам деп. Антибиотиктің өзінің кері әсерлері бар. Болашақта көрінетін. Бауырына бүйрек арқылы өтеді, сондықтан барлығын бүйрек пен бауыр оларды тазалайды. Сондықтан оларға үлкен ауыртпалық түсірмес үшін, ертең бауыры ауырмас үшін баланы. Сондықтан вирустық инфекцияны, қысқаша айтқан кезде вирустық бронхитті антибиотикпен емдеуге болмайды. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Жалпы лайк қойыңыздар. Лайк дегеніміз рахмет деген сөздің бір баламасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.